Şeksiz ayıl deydi. Ben mi aytım otur onu? Hadım akım жазып. Ottağan. Ottamasın. Nağız meyrimsiz ayıldır. Ben sana aytayım. Astagfirullah. Sen aytma. Artık etme. Artıqın beri qara. Nağız meyrim yesi mana bizler, erkekler. Son bir 5-10 jigit aralasamız öz. Endi qara. Bir günü solar meni monşaga chaqirdi. Özüm keşinkirip bardım. Keşinkirip bardım da qana şeşingen kuyda barıpta jenskiy monşaga kirip ketip qo'ygan. Mana. Kirib edim. Ana monşaşda 40 ayıl. 40 tazikten quvib chiqdi qo'y. Ay, yer azamat kirib ketibdi. Törletiniz döge bo'lmaymi? Ha? Meyrimdi deysin. Endi ber qara. Sol ayellerning birevi erkekler жаққа kirib ketсе ne bo'ladi? Ha? Қалай қарсы аламыз біз ана? Міне мейрім қайда жатыр? Сондай кезде мен де шақ болсақ шыбәне қақсағал. Ағасы. Өте қиын жағдай. Айтыңыз. Бауырым ауырып жүр. Ішесіз ба? Ішімдік? Енді анда-санда ішеміз ғой. Тұрыңыз. Бауыр да, бауыр. Бауыр қай жағында? Өте шөкілем өзім. Бауыр. Ауыры ма? Жоқ. Мына жақшы? Жоқ. Енші? Не болды? Как бауырым ауырады деген? Сіз түсінбейміз, бауыр деп, мен бауыр деп інімді айтырмын. Інімді, туған інім ауырып жатыр үйде. Інің ба? Иә, бауырым ғой. Інің болса, ініңді алып келмейсің бе осында? Қайда білмейсің, сен бауырым ауырады деген деп тұр ғой. Сіздің алдыңызда өтейін. Кет жоғал, бар. Інімді алып берейін ба? Алып кел. Мына бала әлі ұйықтап жатыр ма? Тұра ғой, балам. Ай, тұра ғой енді, күнім айналайын, тұрш. Қошай. Тұра ғой. Қошай, бармайын мектепке. Ай, неге бармайсың? Ол ұрат мазақтайды, сыйламайды мені мектепте ешкім. Ай, біріншіден, сен кішкентай бала емессің. Екіншіден, жасың болса 40-қа келді. Ал үшіншіден, сен мектеп директорысың. Тұр, шайын дайындаймын. Бармай, өзі бар мектепке. Жаным, жалғызым. Қарның ашып қапты ғой, жей ғой жаным. Келгенің қандай жақсы болды. Сені күнде уайымдап, қайда жүр екен, не істеп жүр екен деп ойлаймын ғой. Жалғызым жасаған берген. Ай, көршілер шығар. Қазір көріп келейін. Іше бер шайыңды, қазір. Баба, қалайсың? Оң баба, қайда жүрсің сен? Қайда жүрсің сен? Қайда болдың сен? Қайда болдың мен сен? Артур, сен осы баланы құртқан. Жалғыз бала деп, бетіне қақпа деп. Не болды? Қайда жүрмін оң баған? Қайда болдың мен саған? Әскерде болдым. Ай, жаным ау, әкесі-ау, есің дұрыс па? Балаң әскерден келді ғой? Әскерден келді ғой балаң? Бәсе, үйде көріндік. Сен өзің қайда болдың? Жаным, сен сонда менің туған күніме еш нәрсе алған жоқсың ба? Қойыңдаршы осы туған күн деген нәрсе. Осы сендер менің туған күнде ештеңе алмақ түгіл. Туған күнімен жаным деп айтқан да жоқсыңдар осы. Енді айтпасақ енді мен әйел затымын ғой. Бір нендей титімдей бір нәрсе алып сыйлай салсаң болады ғой. Алып қойғам. Сосын сый болсын дедім, әлі істеп жатырмын. Туған күнімді де білетін едің ғой. Білем айтпесе. Жаным. Көрсетейін ба? Иә. Жүрет, көрсетейін. Ал. Не ол? Қалай? Қара машина. Қара машина? Қара түсмай ма? Ұнайды жаным, обожаю қара. Білдің ғой мен соны? Богатый көрінеді ғой. Дерзкий көрінеді. Ана черный бриллиантный. Түсірші. Сен сонда дәл мынандай қара машинаны маған алдың ғой? Жоқ. Мен саған дәл сондай қап-қара қалып өтіп қалдым. Мә. Туған күнімен жаным. Осындайда бір әдем қыздар болса да. Тема қыздар ма? Тема қыздар. Опа. Қарындас, сәлем, қарындас. Сәлем. Ай,
қайсып қояма. Мә, жаңа қармандап отырмын ғой, келді ана. Қарындас. Ау, Қай жылғы боласыз? қыздың жасын сұрамайды. Бізден басқа ешкім жоқ, айтасыздаршы, қай жылғы боласыз? 87. 87. Қарындас, жыл санауы бойынша қай жыл бұл? Гороскоп бойынша? Қоян жылы. Қоян? По-моему, шошқа жыл сияқты. Япсыздар, көргенсіздер. Қыз жанын түсінбейтін оңбағандар. Өздерің шошқа. Ал мен кеттім. Жүңді. Мамалар шақсырайын. Ал, жолың болсын жаным. 3 күннен кейін келем. Сағынатын болдық, сағынамыз. Ертең мен кетті деп бет-беттеріңмен лағып жайылып кетпеңдер малықсап. Немене жайлап? Әсіресе сен. Үйдемін ғой мен. Өткендеріңді ұмытып қалдың ба? Кіммен ұсталғаныңды, қай жерде ұсталғаныңды, қалай ұсталғаныңды ұмытып қалдың ба сен? Енді қайта-қайталай емес, жаным, бәрін айттық, түсіністік, кешірім сұрадым, болды ғой енді. Балдарым көзі айта бермеш енді. Тексерем мен. Болды, тексер. Мен звондағанда микроволновкың қасына барасың. Болды. Қосасың, өшіресің. Сол кезде ғана сенем саған. Болды, жаным, болды. Түсіндің ба? Кеттім мен. Жақсы, жаным. Счастливый пути. О, мама келді. Жандарым, сендер сағынып кеттім ғой мен. Қалайсың, жақсы келдіңіз бе? Жаным, қалайсыңдар? Сағынып кеттім ғой мен. Ойбай, әкең қайда? Папам кетіп қалған? Ойбай, қайға кетті? Микроволновканы жөндеп келем деп кетті ғой. Қашан кетті? Сіз кеттіңіз ғой, артынша кетті ғой сол. Қазір звондаймын мен оған. Сәлем жаным. Қалайсың? Сен соны қой. Микроволновканы қосшы. Ішіне кірді? Есігін жапты ішінен. Өртеніп өл, түсіндің ба? Папа, микроволновканы қашан алып келесіз? 3 күн болды, тамақ жемегенімізге. Ойбай, жаныңды алдың ғой. Жаныңды алған жоқпын, енді алам жаныңды. Қайда жүрсің? Ойбай, қайда жүрсің деген несін өзің жібердің ғой? Мен сені 12-ге дейін жібердім ғой, сағат 3 болды ғой. Қайда жүрсің? Енді 12-ге дейін жіберсің, енді дос қыздармен отырып. Вера, мойында қайда жүрсің? Қайда жүргенді айттың ғой, дос қыздармен отырып уақыттың қанша уақыт? Шыныңды айтсаң? Сенбейсің ба маған өзің? Сенбеймін саған, сенбеймін. Сенбейсің ба, көрші олай не? Мә? Бұл немене? Кафеде түскен сурет. Сенбейтін болсаң неменеге жібересің, бұдан кейін жібермейді. Мария Магдалена, талайдың арман едің. Ассалаумағалейкум ба? Саламатсың? Не сұрасың? Жақсы олар. Бір сұрағым бар еді. Үш әйел келді ме түнде? Түнде клиенттер ғой мыналар. Келді ме осында? Иә, келді ғой. Мінесе білдіріп қойды міне. Жоқ, білдірген жоқ. Білейін деп да. Ойбай, ағам мына жерді қырды ғой. Ой? Не істеді сонда? Ішіп ағам мас, әр еркекке бір жабысы. Мені алып кет деп мас. Ең соңында бізге жабысты ғой аға. Қайсысы жабысқан? Қайсысы? Екі шетіндегі екеуі. Ортасындағы ше? Ой, ортасындағы. Мынандай әйел екен. Риза болдым. Сондай бол. Темірдей тәртіптің арқасы оның бәрі. Ой, бір 8-дерге таман келді да, отырды. 1 сағаттан кейін ғой, 9-дарда. Күйеуі келді да, тұр жаным кеттік деп еді, тұрды да кетіп қалды. Риза болдым. Ортасындағы ма? Ортасындағы. Басы бос болғанда жасына қарамай үйлене салатын еді. Осындай әйелді. Мә. Бұны не істейді? Жақында басы болса үйленесің. Ол адам деген бар ғой, имансыз болып кеткен. Ақшаны алар кезде бар ғой, бейшара болып, өз сүмірейіп, мүләйімсіп келеді адамға бар ғой. Иә. Ал ақша берген кезде бар ғой, как будто мен қарсы сияқтым соларға. Şu алғаннан кейін бері көріп. Бері көріп адам деген. Айтпақшы, сен маған 50.000 теңге қарыз едің ғой. Қашан? Құдалық жасайым деп 50.000 теңге алған едің ғой менен. Ұмытқан жоқсың ба? Ой, мәке, оныңыз не? Мен сондай адамға санап тұрсыз ба? Мәке, өлерген ұмытпаспын. Өмірім соңына дейін есімде болады. Ол ұрпақтан ұрпаққа кетеді, ол есімізде болады біздің.
ұрпақтар сабақтастығы дейді бұны, мәке. Ол қанша девальвация болсын, қанша ақша не ауыссын, не ол еліміңізді ұмытпаймын, құны түссін қанша мен ондайым жоқ, мәке. Оны ертең ұрпақтан ұрпаққа, ғасырдан ғасырға кетеді бұл жақсылығыңыз. Ұмытпаймын, мәке. Қойшы сізде. Алаяқсың, алаяқ, алдансам да мен талаяқ, жүрегіммен бар ойым тартып тұрарды саған ақ.